Сәлем достар, бүгін сіздерге тұздың емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Күнделікті тұрмыста қолданылатын тұздың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Тұздың емдік қасиеттерін адамдар ертеден-ақ білген. Тұздың адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор. Тамақтың дәмін кіргізетін кәдімгі ас тұзы ауыз қуысы мен тұмауды емдеуде жақсы көмектеседі. Тіпті тұзды пайдаланып буын мен тамыр ауруларынан бастап артық салмақтан арылуға дейін болады. Түрлі ауруларды тұзбен емдеудің жолдары. Буындарды тұз тану арқылы емдеу. Буын қабынулары мазаласа, артрит, ревматизм, бурсит, оны 10% тұз ерітіндісін дайындап, оған бинтті батырып, аяққа бірнеше қайтара байлаңыз. Танылған күйінде 10 сағат тұруы қажет. Процедураны 2 апта жасау керек. Артық салмақтан арылу үшін 2 кг қайнатылған немесе теңіз тұзын жылы су толтырып ваннаға салыңыз. Сосын сол суға 15 минут шомылыңыз. Мұндай ванна сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бас ауырған кезде тұзды суға бинтті малып танып тастаса, науқастың жағдайы жақсарады және жағымсыз әсерлерді жоюға көмектеседі. Сүйек пен тамырдағы аурулар кезінде 1 стакан бал мен 1 стакан тұз және 1,5 стакан шомыр шырыны барлығын жақсылап араластырып, ауыратын жеріңізді сүртіңіз. Күйікті емдеу үшін тұзды тану арқылы терінің шағын аудандарында орналасқан күйіп қалған жерлерді емдеуге болады. Тұздың әлсіз ерітіндісі зақымдалған ұлпалардың тезірек қалпына келуіне ықпал етеді. Ісіну мен ауырсынуды жояды. Тісіңізді аман сақтағыңыз келсе, әр таң сайын 2-3 кесек теңіз тұзын соруыңыз керек. Ол тек тісіңізге емес, қызыл егіңізге де өте пайдалы.